Саламатсыздар ма? Мен Самар Ферғат Айбович, бүгінгі Т-318 тобында электрлік машиналар мен трансформаторлар пәнін өткіземін. Бүгін өтетін тақырып сатыр орамаларының негізгі типтері және орындалу принципі. Сатыр орамалары үш принциптен жасалады. Полюсті біріншісі ол полюске және фазаға базардың бүтін санымен үш фазалы екі қабатты орамалар. Екіншісі полюске және фазаға базардың бөлшек санымен үш фазалы екі қабатты орам. Және үшіншісі бір қабатты сатыр орамалары. Енді бұл келесі суретке келгенде сіздер көресіздер. Бірінші суретке қарайық. Мұнда 4 орамнан тұратын бір секция бейнеленген. Мұндай секция сатырда кем дегенде екі паздалады. Бірақ секцияның негізінен жартысын екіге бөлуге болады. Сонда 4 паз пайда болады. Содан кейін секцияның екі бөлігін оларда электр қозғаушы күш жинақталу үшін қатар қосу керек. Енді мына үшінші слайдта көретіндерін секцияда бір-бірінен оқшауланған сымдардың барлық жиынтықтары бір пазға салынғандықтан бір пазда бірнеше орам болса да тізбекті сымдардың жиынтығын бір орам түрінде белгілеуге болады. Әр секцияның белсенді өткізгіштері коллекторлы қозғалтқыштың роторындағыдай бір қабатпен немесе екі қабатпен пазарға салынуы мүмкін. Енді мысалы, бір жұп полюстар, үш фазалық полюске екі фаза бар делік. Сонымен паздардың жалпы саны ол Z тең болады 2 көбейтілген 3 көбейтілген 2, 12 паз болады. Бұнда 2 дегеніміз ол бір жұп полюс, екі жұп полюстары 3 фазалық және 2 полюсте 2 паз бар. Сонымен 12 паз болып саналады. Төмендегі суреттерде дәл осындай орам көрсетілген. Онда әр фазада 4 секция бар. Әр секция 2 бөліктен тұрады. Бір бөлікте 2 катушка. Әр бөлік өз полюстеріне әрекет ету аймағында орналасқан. Ол 2 полюсте бөлу тау, бір полюсте бөлу 180 градус және барлық паз 360 градус. Және соңғы суретте сіздер орамасы статор көрсетілген. Статор алюминийге шойынға немесе қозғалтқыштың болат қоптысына өзекшені ішке қарай басу арқылы орнатылады. Бұндай өзек болаттың жеке парақтарынан алынады және әрқайсысы арнайы электротехникалық лакпен қапталады. Және енді бұл видеода мен сіздерге сатыр жаңа айтып өткендей орамалардың үш принципті жасалады дегеннен мен біреуін айтып өттім, ол полюсқа және фазаға паздардың бүтін санымен 3 фазалы 2 қабатты орамалар туралы айтып өттім. Ал қалған екі тақырыпты оны сіздер лекция материалдардан аласыздар. Сау болыңыздар.